неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Соны жасау керек. Не істейміз, жасаймыз ба? Ağlandı, nega tınlamadım. Ol bärimde, ol bärimde, ol bärimde. Ağlandı, nega tınlamadım. Ol bärimde, ol bärimde, ol bärimde. Nega ağam bärime. Жалпы бұндай жобалар мектептер үшін өте қажет. Ал біздің мақсатымыз ол Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бұл Мектеп Таймс YouTube жобасы. Бұл жобаның негізгі мақсаты өнер, мәдениет, спорт, медицина саласында белгілі бір жетістікке жеткен тұлғалармен кездесу ұйымдастыру. Енді сіздерге алдағы уақытта келетін қадірлі қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, дарын мемлекеттік сыйлығының иегері, актер Бекжан Тұрыс ағамыз. Бұл кісі туралы ақпараттарыңыз бар ма, білетін? Мәдениет үйі сериалынан көрдім. 77 күн деген 77 күн бағдарламасына. Жақсы, енді біздің миссиямыз қандай? Жалпы жобаның мақсаты ұрпақтар сабақтастығын нығайту, яғни сол кісімен тәжірибе алмасу. Сондықтан да сіздерге қазір топ-топқа бөліп беріп, сол бойынша сіздер жұмыс жасайтын боласыздар алдағы уақытта. Жарай ма? Кеттік. Ең бірінші бізде сценаристер тобы. Сенің танымың сынып жетекші секілді, бәрін бірде жақсы көрім, әр жеріңді беттіңді. Қара кесек еттіңді, сыпыттаймын әдемілі, білмесімді шет тілді кекілді. Аруымсың кекілді, бүгіннен бастап сенің тәніңен қымбат бұл бекітілді есімді. Киттердің метесілді, жаным сенің бойың өзі Майкл Джордан секілді. Бәрі сенің қалауыңда емес, оған неге көрсенесің. Мейлі жоқ болса да Мерседесім, жанында жүр сенің Геркулесің. Жаным сенің жаныңда, тәніңде маған еркелесін. Жұрттар байсы жүрекін жемесін, ары-қара қылам бірдеңесін. Менің есім Айолым, және де мен сценаристер тобын таңдаған себебім, менің осының алдында жобалар болған кезде, мектептік іс-шаралар болған кезде, 1 мамыр бейбітшілік күніне сценарий құрып берсін деп айтқан. Сол кезде мен өзім сценарийді жазып, мұғалімдерге берген болатынмын. Сол кезде жүргізушілер сол сценариймен алып шыққан болатын. Бұл бізде жақсы бір іс-шара болды деп қалып кететін. Бұл сценарийдің тақырыбы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерін шақырып осы мектепке өзіміздің сценарийімізді құрастырып, шығармашылығымызды, яғни біздің оқушылардың таланттарын көрсеткіміз келеді. Жалғанда жоқ бұл жерде, сүйіп өтем сені, сүйіп өтем сені. Махаббат аз өмірде, сүйіп өтем сені, сүйіп өтем сені. Отан. Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем, ағынды өзен асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем, мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жанды күн сүйемін қыбырлаған, бәр маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемнен жарып шықты, боз торғай болуының шырылдаған. Отан бәрінен де биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп етсем. Отанды сүйгеніңде күйік екен, отанды сүймеуіңде күйік екен.
Бүгін түсірілімнің екінші күні. Қазір сағат 1:30. Бірінші ауысым аяқталды. Кешегі жиналған оқушыларымыз келу керек қазір. Дейтін көздеріңнің қарасы, қозылардай қастарыңның арасы. Оқушылар, енді сіздер кеше сценарий жаздыңыздар ғой. Сол бойынша енді топқа бөлінгенсіздер кеше. Соны әрмен қарай жалғастырып талқылайтын боламыз, түсіндіңіздер ме? Сол бойынша тағы да жұмыс жасаймыз. Сосын ертең сіздердің постановкаларыңызды қоямыз. Сахнаға шығасыздар. Дайындаған сценарий бойынша өздеріңіздің жұмыстарыңызды әрі қарай жалғастырасыздар. Сценарий жазылды ма кеше? Кеттік, жұмыс жасайық онда. Ән көрейсің, гүл көрейсің жылда сен, елге жәннат ерке талас-таласын сырғалым. Қиялғанша ертеделес түнеген қыз арманым, кез боп кетсем ертелік сенен көзді аламадым. Өзген емес, өзігі дойлап жүретім. Төсіндірді бір қазақтың жүрегін сырғалым. Төсіндірді бір қазақтың жүрегін сырғалым. Басайрым ба? Менің есімім Өтеген Даниал. Мен уже футболмен 4 жыл айналысып жүрмін. Мені футболға әкем апарды. Мен 8 жасымнан ойнап жүрмін. Маған мысалы кумирдан маған Лионель Месси ұнайды. Ол өз дриблингімен, өз штрафнойларымен маған ұнайды. Мен есім Әділхан Абылай. Мен 8 жасында футболға барғам. Және де бірінші апарған адам ол әкем. Әкем маған футболға қызығушылық ашқан. Мен де сол үшін қазір осылай футболды өте қатты ұнатамын. Және де менің кумирім Роберто Карлос. Ол маған өзінің қатты удармен және де мықты пастармен ұнайды. Сабақ жақсы, 5-ке оқимын. Атың не сен? Айғаным. Айғаным? Қай сыныпта оқисың? Бірінші Аста. Бірге оқисың ма? Иә. Бірге оқимыз. Қазір дене шынықтыру сабағымыз? Сабақтарың бітті ма? Сабақтарды бітті. Білмейді. Айтқыш ма? Қандай тақпа? Тұрмандай білемін. Мен оқушы баламын, оқып білем аламын, мектеп ұям өзіңе арналады баланы. Ой, маған. Анда барып соғылып, мұнда келіп жығылып. Оқушылар қазір Бекжан ағамыздың кезінде өзінің сомдаған ұят болмасын бағдарламасын тамашалауда. Қазір оқушылар осы ұят болмасын бағдарламасынан кейін өздері қойылымдарын дайындайтын болады. Мақтағанға желігіп, сынағаннан жерініп, жақсы жаман айыра алмаймыз. Уақытынан кешігеміз, тойлаймыз, есіреміз, жағдай болсын болмасын мейлі. Осылай күндер өтіп, түндер өтіп барады. Осылай айлар өтіп, жылдар өтіп барады. Осылай күндер өтіп, түндер өтіп барады. Осылай айлар өтіп, жылдар өтіп барады. Біздің көптен күткен қадірлі қонағымыз келе жатыр қазір. Күтіп алу сәтіндеміз.
Қалайсыз, денсаулығыңызға аман есесіз бе? Қош келдіңіз мектепке. Көке, қазір біз бір үлкен жоба. Күшіне ұзақ келшедім көмен, күйде ұзақ құрлеп ішпесең сенімен. Кезікті құшақ керек әр адамға теңмен. Кез келген емес, естен без емес кеткен. Мақтап алар кейде сынапта, алар өмір кезекте тұрсыңды тартып ұстап. Ақымақ болған алтын басыңдай, шіркете тығар өмір жасырмай. Ай керек десең ел тындырады, сөзінен айналады оңай. Маған қазір ең қатты ұнап тұрған жер анау баланың отқан отырысы. Қараңыздар. Бір кемденге қос құлақ, көз беті әттеген берген. Тек сөйлей бермей босқа уақыт өткізбес естіп біліп көрген беу. Ата, сіз неге әнші болмады? Ой, балам әнші болу деген оңай дүние емес. Айғайлағанның бәрі әнші болмайды балам. Жүрегі бар адамнан ғана жақсы ән туады. Рахмет сізге. Көп жерде біз қазіргі мынау сақталып бара жатқан ұрпақтың жаңағындай болмайтын нәрсені ата-анаға айтып барып, ата-аналардың ортаға түсіп жатқаны мені кейде қынжылтады. Одан кейін мен қорқам, ертең осы балалардың болашағы қалай болады? Ертең енді өмір байқи ата-анасы солардың жанында жүрмейді ғой, солай қорған болмайды ғой. Кейде ата-аналарымыз осыны көп ойламайды. Ендеше баяғыда біз мұғалімнен бір таяқ жеп, үйге келіп ата-анаңнан бір таяқ жеп, сөйтіп өскен бала едік. Ол тәрбиенің нағыз темір қазық еді. Ал қазір керісінше болып кетті. Сондықтан мен осында отырған балалардың бәріне айтатыным, ұстаздарыңды қадірлеңдер, осы бастан қадірін біліңдер, осы бастан ұстаздардың алдарында иіліңдер. Мынау мектептің ұлы атын шығаратын шәкірттері, сондықтан сендер мына сіздердің жолдарыңда ұлы қызмет етіп жатқан ұстазға деген құрметтерің бөлек болу керек деп мен балаларға сондай бір өсиет айтатын едім. Өзіңіздің өнеріңізге тәнті халық көп. Осы орайда өзіңізден қонақ кәде сұрағыңыз келіп отыр. Қонақ кәдені қалай орындасам екен? Жаңа күй тартқан бала, сен жаңа күйді қайталап тартып берсең, мен соған бір өлең оқып берейін. Қазақ едім, ғажап едім, ал бүгін бос шөлектей даңғырлап жұртта қалды зар мұңым. Қандалапай тағдырым тоналғанда сандығым, ауып түсіп әнеки артта қалды бар жүгім. Тұлдыр тұлып секілді сыртым бүтін көрініп ішім, іріп кеткенде ет жүрегім езіліп. Қарай берем айнаға келбетімді көр алмай, мынау қазақ дегенге секем алып сен алмай. Түрім қазақ, ділім дүмбілез һәм дүбара, батып жатқан күн арағы батпан күнаға, таң ағырып атқан мен күн қызарып батпай ма, ай маңдайым жарқырап, қарсы алатын баққайда. Алтын қазық болмаса асау арман тоқтай ма, біреу келіп жұртымның жоқанасын жоқтай ма? Аманатта обал, салауатта сауап жоқ, күнім өтіп барады, сауалым көп, жауап жоқ. Пенделіктен діңкілдеп яген шалдым көрмей, адамдардың ішінен адам іздеп жүргендей, ал мен мың қазақтың ішінен қазақ іздеп жүремін, мұңлы азаптың ішінен азап іздеп жүремін. Өз жерім ғой, өз жерімде неліктен өзімді іздеп жүремін, қорынғанда қор болған сөзімді іздеп жүремін. Бір жерінде санамның сұрақ қалды, кім едім? Зау көгінде даламның пырақ қалды түлегім, көк құлаған бөріні жылатқан кім? Білемін. Қай жерінде даламның жылақ балдың жүрегім. Қазағымның жүрегін жылатпашы құдайым,
жылатсаң да жұбатпашы бұлайым. Рахмет. Бүгін бір керемет бір әсер алдым өз басым. Мынау түйін сөздің атасын қалай жеткізудің өзі мына біздің ұстаздар үшін үлкен бір үлгі болды. Сол үшін сізге рахмет айтамын. Ең бірінші өзіңізге зор денсаулық тілейміз. Рахмет сізге. Төрден қалғандарыңыз үлкендерге осы біздерге үлгі болып өсиетіңізді айтып жүре беріңіз. Жастарға айтарымыз сол енді мынау отандарыңды, қазақ деген елді сүйіңдер, қар жауса күрек, жел тұрса тірек болыңдар. Қорыққанға қорған, тарыққанға пана, сарыққанға сана болыңдар. Өмір атты дүбірдің тұлпарында, өнер жатты көкжиектің сұңқарында болыңыздар. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі кешімізді аяқтаймыз. Қазір енді естелік суретке түсу рәсімі. Бекжан ағамызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Жақсы, енді мынау көп мектептерге барамыз ғой. Сол мектептерде осы сыртынан бастап кіре бастаған кезде біздің қазақтың балаларының бәрі шүлдірлеп жүреді. Шүлдірлеп дегенім көбінесе орысша сөйлейді. Сыртта да іште де кіріп сол қарның ашпайды. Мына жерге кіргелі көріп балалардың бәрі өзіміздің қазақтың балаларының бәрі. Соның соң жаңағы өнерге деген құрметтері, бұрынғы әлгі қазақтың бойында бір қағида қалыптасқан тәртіп бар ғой енді. Үлкенді сыйлау, үлкеннің алдын кес-кестеп өтпеу, соның бәрі өте керемет сақталған екен, соған мен риза болмашымыз. Жалпы бұндай жобалар мектептер үшін өте қажет. Ал біздің мақсатымыз ол мына мектептегі білім мен тәрбие қатар жүретін үдеріс болғандықтан, тәрбиенің ішінде ең әдемі ұрпақтар сабақтастығы деген бағыт бар. Сол бағытты біз әрдайым күшейтуіміз қажет. Шөлімді басар сенбедің кәусар бұлағым, бүкіл ай қалқам үзілі жазда бұнадым. Ойда жоқ сәтте оянған албырт сезімді, амалым қанша айта алмай іштен тынамын, айта алмай іштен тынамын. Ерсіз дүниенің етегі келмей қымтауға, асылды мекен шашылды